Атырау облысы әкімдігінің қолдауымен, Қызылқоға ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен, Ақтөбе облысы Ойыл өзенінің бастауына экспедиция ұйымдастырылды. Оның басты себебі Ойыл өзенінің соңғы 2 жылда тасымай, ауданда күрделі экологиялық жағдай қалыптасуында еді. Аудан әкімінің 2020 жылғы 7 қыркүйек күні номері 215 өкімімен құрылған топ 2020 жылдың 9-11 қыркүйек күндері Ақтөбе облысы аумағына іс-сапарда болды. Экспедиция құрамында 14 мүшесі, 3 автокөлік, видеолар мен фотосуреттер түсіруге арналған 2 дрон аппараты, 1 видеокамера, цифрлы фотоаппараттар, спутниктік байланыс құралдары және де рациялар мен ұялы телефондар болды. Экспедицияның бірінші күні, яғни 9 қыркүйекте Миялы ауылынан шығып, көрші Ойыл ауданының Көптоғай ауылы арқылы өтіп, Қиыл өзені құятын сағасы Саралжын ауылының тұсына келдік. Қарасу өзекшісі мен Қиыл өзенінің Ойылға құятын сағасының аралығында Спарта шаруа қожалығы бау-бақша егіп, шаруашылығын жүргізуде. Егіске суды бұлақтардан жиналған Қарасу өзекшісінен алып отыр. Шаруашылық басшысының айтуы бойынша соңғы 2 жылда Қиыл өзені тасымаған. Өзеннің терең шүңгейттері жерлерінде су бар болғанымен, Ойылға құятын жерлерінде су жоқ. Көсенбай ауылы мен Ақмола қыстағының үстімен Амангелді ауылдық округіне қарасты Қопа қыстағына келіп жеттік. Онда тәте шаруа қожалығы мал шаруашылығымен айналысып отыр. Шаруашылық басында бұлақтан су атқылап, мал шетін ұзын астауға өзін-өзі құйып тұр. Қожалық мүшесі Ерболат Тәтебаев: бұл бұлақ біз 2000 жылы көшіп келгеннен бері осылай ағып тұр. Біз ештеңесіне де тиіскен жоқпыз. Шамасы кеңес заманында осы жерде совхоз малшылары мал бағып, солар арнайы скважина орнатқан болуы керек деді. Бұлақтың суы топ-тұщы, мөп-мөлдір, мерейлене су шеберген келеді. Бұдан кейін Саға, Ноғайман, Қараған, Тайсой қыстақтарынан өтіп, Шүйбұлақ ауылына келдік. Жылымсылап ағып жатырған бұлақтарға кезіктік. Бұл бұлақтар Ойыл өзеніне жетпей жерге сіңіп жатыр. Әрі қарай Ойыл ауданына қарасты өзен бойындағы қожалықтарды аралай отырып, Темір ауданының Қайынды ауылдық округ арқылы Ойыл Шұбарқұдық тасжолына шығып, Кенжалы өзенінің үстімен өттік. Шұбарқұдық ауылына жақын жерде Шиелі өзенінің республикалық Ақтөбе-Астырхан тасжолы бойынан көпірді жаңарту үшін өзенде 2 жылдан бері бітеген. Бір тұрба арқылы су өтуде. Дегенмен де Шиелі өзенде де су көлемі аз. Одан әрі Қопа ауылына бардық. Ауыл іргесінде 3 бұлақ көзі бар. Біреуін қоршаған. Су жаймен ағып тұр. Бұлақтар жүлгемен барып, Жарлы өзеніне құяды. Өз кезегінде Жарлы өзені Ойыл өзенін қалыптастыратын шағын өзендер топтамасына жатады. Соңғы мынау 2 жылда 19-20 жылдары Ойыл өзені тасымай, өр су келмеуіне байланысты ауданда жалпы қиын жағдай қалыптасып отыр. Осы сала бойынша ауыз су Тайсойғандағы және Миялы ауылының қасындағы Қарасу су көздерін подпитка жасау бағытында да уже қиыншылық келтіруде. Сапарға бүгін шықтық. Жалпы осы 3-4 күндік сапар болады деп есептеп отырмыз. Мынау Ойыл өзені 18 жылы 75 миллион текше метр көлемінде тасыды. Өр су келді. 17 жылы 79 миллион текше метр көлемінде су келді. Бірақ соның өзінде бұл ортадан төмен көрсеткіш болып саналады. Жеткілікті деңгейде қамтамасыз ете алмай отыр. Оның бәрі мынау табиғаттың соңғы кезде күннің суы, жазғы кезде күзгі көктемгі жауын-шашынның болмауы, қыста қардың болмауы, тоң түспеуінен осы табиғи тартылудың салдары деп әзірге есеп жасап отырмыз. Жалпы бұл бағытта да мынау әлде де ғалымдар мен эколог жұмыстар жүргізілетін болады. Әлде де біздің сапарымыз жалғасады. Осыдан кейін әлі тағы 2 күндік сапарымыз бар. Мына Қызылбұлақ, тағы да осы айналадағы бұлақтарды зерттеп, Ойыл өзенінің бастауларына дейін бару жоспарлап отырмыз. Қызылқоға ауданының Миялы селосынан бастап, Ойыл өзенінің бойымен жағалап, қазір Темір ауданына дейін жетіп қалдық.
Негізінен Ойыл өзенінің орташа көпжылдық судың көлемі келетін 127 миллион шамасында. 2019 бен салты айтатын болсақ, 2019 жылы бір жылдың ішінде келген судың көлемі 14 миллион жарым. Бұл табиғи құбылыс. Біз Ақтөбе облысында қандай да бір бөгеттер өзеннің арнасын бөгеп тұрып су жібермей жатқан ондай құбылыстар көрген жоқпыз. Ондай бұрыннан да болған жоқ, ешқандай қондырғылар бөгеп су бермейтін фактілер анықталған жоқ. Өзеннің арнасында қандай да бір бөгейтін қондырғылар болмағандықтан 70-80%-на дейін судың көлемі төменге қарай ағытып кетеді. Бізде өздеріңізге анық білетіндей, Ойыл өзенінің бойында, Ақтөбе облысында Ойыл ауданында Тамдыкөл гидробекеті бар, гидроузел деп айтаймыз, және Қызылқоға ауданында Миялы селосының тұсында Ералы су торабы бар, гидроузел деп аталатын. Одан басқа жоғарғы ағысында бұл өзеннің арнасында ешқандай қондырғылар жоқ. Әрбір өзен өзінің ағысымен, суымен өзін-өзі тазалайтын мүмкіндігі бар. Бірақ мына соңғы жылдарда қайталанып отқан құбылысқа байланысты өзен соңғы 2 жылда тасыған жоқ. 2019-да да тасыған жоқ, 14 миллион жарым су келді бір жылдың ішінде. 2020-да да сондай құбылыс қайталануда. Осы цикл, маловодный цикл деп атаймыз, орысша айтқанда қазақша су аз жылдық циклі 2006 жылдан бері біздің бассейнде жалғасын табуда. Маман ғалымдардың айтуы бойынша осы цикл 2023 жылға дейін созылады деген. Дегенмен де Ойыл өзенінде бұл 2006-тан бері судың деңгейі түсіп келе жатырғанмен бір қалыпты 100 миллион, 80 миллион, 60 миллион шамасында болатын еді. Ал ең аз жылы осы біздің байқағанымыз 2019 жылы 14 миллион жарым көлемінде су келді. 127 миллионнан 14 миллион жарым ғана су келді 2019-да. Ал биылғы судың деңгейіне қарайтын болсақ, бұл былтырғы шаманың тұсында болатын болар. Оның гидромет центр мамандары жылдың аяғында есептеп, нақты қорытындысын айтып береді, қандай су өткендігі жөнінде. Ал мына бұлақтардың суын көзін ашып, өзеннің бойын толтырамыз дейтін, бұл кішкене қате түсінік. Себебі бұлақтың өздеріңіз көріп отырсыздар, бұлақтардың қандай ағып жатқан көлемін. Ондықтан бұл Ойыл өзені жеткенге дейін жаздың кезінде болуымен, жерге сүгуімен көп мөлшерде кетіп қалады, және Ойыл өзенінде жетпей де қалуы мүмкін. Ойыл өзінің арнасы көктемге жаңбыр мен қысқа қардың көлеміне тікелей байланысты. Барлық өзендерді осы біздің бассейніміздағы сол уақыттың ішінде күзгі топырақтың ылғалдылығы мен тоң түсуі деп аталады. Екіншіден қардың қалың жаууымен өзен арнасы толады. Соңғы жылдарда мына қардың аз болуынан және жаңбырдың аз болуына байланысты осындай құбылыстар қайталануда. Экспедицияның екінші күні, яғни 10 қыркүйекте Қопа ауылынан шығып, Жарлық өзенінің Ойыл өзеніне құятын сағасына бардық. Бұл жерде де су көлемі азғандай. Имба ауданына қарасты Ешкібас қыстағының үстімен Талдысай ауылы тұсындағы көпірден өттік. Көпір бойында су жоқ. Бұрынғы Мұқа су қоймасын қарадық. Жалпы 1 миллион текше метрдей су жинау мүмкіндігі бар. Қазір 300-400 мың текше метрдей су бар. Көрініп тұрған бұлақ жоқ. Жаңбыр және қар суынан да толығады. Арман М шаруа қожалығы 3000 мал ірі қарасы бар. Асыл тұқымды бұқаларды жалға береді. Мұқа өзекшісі деп аталады. Ойыл өзеніне құяды. Ойыл өзенінен су қоймасы 3-4 километр қашықтықта орналасқан. 2018 жылы тасып бөгетті бұзған. Содан кейін қайта бөгеген кезде шаруа қожалығы бітеп тастаған. Биіктігі 2,5-3 метрде бірнеше километрге 280-дік пластик тұрбамен су тартып бидай еккен. Одан әрі Еңбек ауылы арқылы Ойыл өзенінің бастауы Қызылбұлаққа келдік. Қызылбұлақ бұлағы 1,5 гектар көлемінде табиғи үрдістерден пайда болған. Жер астынан өніп жатыр. Айналада көрініп тұрған бұлақ жоқ. Қанша болса да шағын көлшік астында болуы тиіс. Жайылып кетпеу үшін бір жақ бетін биіктеткен. Ойпанға толған су біріз болып ағып, жолшыбай қосылған сулармен Ойыл өзенін қалыптастырады. Айналасы құмақ, таза. Бұл жерде көргенде анықтағанымыз судың жоқ болуының себебі, негізгі себебі мына құрғақшылыққа байланысты. 2 жыл бойы осы жақта да құрғақшылық болған. Көптеген тұрғындармен сөйлестік, олардың айтатын 2 жылдан бері құрғақшылық болды. Қыста
күзге қарай жаңбыр жаумаған, тоң түспеген, қар түскен қарлардың бәрі мынау жоталардың бойына сіңіп кеткен, жылғаларымен ақпағандықтан мына арналарға су құйылмай жатыр. Негізгі себеп сол. Одан кейінгі екінші себеп мына арналардың тазартылмауы. Осы екі себептен болып жатыр. Сосын үшінші себеп бұлақтың көздерінің ашылу керек. Бұлақтардың көзі ашылу дегенде біз анау жотаның басында тұрған бұлақты айтпауымыз керек. Сол арналарын тазалайтын болсақ егер, Ойыл өзенінің арнасын, соған Қиыл өзенінің арнасын анау қамыстан, қоғадан тазалайтын болсақ, соның шүңеттерінің арасында өзі бұлақтар бар, ашылады. Қызылбұлақтан 2 километрдей төмен орналасқан Тәй-Тәй Қаракесек шаруа қожалығы биылғы жылы 1,5 метрдей бөгет салған. 4 тұрба су көтерілсе шығатындай, 1 тұрба төмен су ағып жатыр. Бірақ Қызылбұлақ жақ бетінде су аз. Жалпы Қызылбұлақ енді мына сіздер етектегі бірінші қожалықсыздар ғой. Иә, бұрын кезінде болды ғой. Мөлшері қалай? Бұрын көп болды ма? Бұрын көп болды. Мына аранда су болды. Соңғы бір-екі жыл тұрғандай. Су болмай тұр. Жақсы, рахмет. Давай. Жолдарың болсын. Экспедицияның 3-ші күні 11 қыркүйекте Шұбарқұдық ауылынан шығып Кенжалы өзенінің бойын қарадық. Өзен бойында су бар, сайлары терең. Кенжалы өзенінің Ойыл өзеніне құяр сағасында 4 шаруа қожалығы орналасқан. Су аз, жер бедері биіктеу. Экспедицияда жалпы көргеніміз, дегеніміз, Ақтөбе және Атырау облысының көлемінде орналасқан Ойыл өзенінің тартылып кеткенін көріп жатырмыз. Әрине бұл өкінішті жағдай, бірақ енді бұл табиғи құбылыс деп түсінуіміз керек. Себебі өзіміз көріп отырғандай, ешқандай Ойыл өзеніне, Қызылқоға ауданына қарасты Ойыл өзенінің тармағына жаңағыдай құйылуға бөгет жасап тұрған, кедергі жасап тұрған ешқандай нәрсені көріп тұрған жоқпыз. Сапар барысында 5 аудан: Атырау облысының Қызылқоға ауданы, Ақтөбе облысының Ойыл, Темір, Ембі, Алға аудандары аумағымен жүріп өтіп, 5 өзен бойы: Ойыл, Қиыл, Шиелі, Жарлы, Кенжалы өзендері араланды. Бірнеше өзекшелер мен бұлақтар қаралды. Осы уақыт ішінде 950 километр жол жүрілді. Ойыл өзені ең бірінші кезекте табиғи көздер арқылы, яғни жаңбыр мен қар суымен толығып, қосымша бұлақтар арқылы көбейеді. Өзен бойында 2 жылдан бері су тасымай, ағыс болмауына байланысты қамыстар мен қоғалар көптеп өскен. Экспедиция барысында жергілікті тұрғындар мен шаруа қожалықтары мүшелерімен сөйлесу барысында Ойыл өзені мен оған құятын өзендерде соңғы 2 жылда қар мен жауын-шашын аз болып, тон түспеуі салдарынан өзен тасымағанын айтты. Экспедиция мүшелерінің пікірі бойынша, Ойыл өзені бойында су көлемі аз. Суды бөгеп, оның төменгі жаққа жетуіне кедергі келтіріп тұрған бөгеттер мен кедергілер жоқ. Өзеннің 2 жылдан бері тасымауы табиғи құбылыстар салдарынан деген тұжырымға келдік. Экспедиция құрамының қарап тексеру нәтижесінде төмендегі іс-шараларды жүргізуге ұсыныс етеді. Су саласының ғалым мамандарын тарту арқылы Ойыл өзенін толықтыратын су көздерін анықтап, олардың беретін су және ылғал көлемін шығару.